Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шохов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Оливер Твистің басынан кешкендер атты романды ұсынамыз. Шығармасының желісіне тоқталатын болсақ, Оливер Твист анасы босану кезінде қайтыс болған жетім бала. Ол жағдай өте нашар жергілікті болысының балалар үйінде өседі. Жалғыз панасында қасындағы аш құрдастары Оливерді кешкі асқа толықтырулар сұрауыма мәжбүр етеді. Бұл табандылық үшін басшылық оны жерлеу бөлімінің иесіне сатады. Ал ол жақта кішкене жетім бала бөлімнің аға көмекшілерінің мазағына ұшырайды, қатты қиналады. Ақыры шыдамаған Оливер бір күні аға көмекшіге жұдырығын бақыттай жөнеледі. Бұның оған еш жақсылық алып келмегенін түсініп, тезірек қашуға ұмтылады. Жоспары ойдағыдай жүзеге асып, ол Лондонға қашады. Үлкен қалада Ловки Плут атты лақап атпен жүрген жас ұрға кездеседі. Оның панасын, яғни бір топ қылмыскерлердің панасын басқару құл еврей Реджидің қолында болатын. Қылмыстық топ құрамында Оливердің досы Нэнси Оливерді жақсы көре бастап, оған мейіріммен қарайды. Осылайша әңгіме жалғасады. Оливер Твист басты рөлдегі жетім бала. Және де бұл жерде әдеби журналдарда осы шығармамыз 1837-1939 жылдар аралығында жарық көреді. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.